Баяғыда мақтағыз болыпты. Мақтағыз үйін реттеп, жинап жатыр екен. Тазалықты жақсы көретін қыз екен. Барлық өзінің ойнаған ойыншықтарын жинап жатыр екен. Мақтағыз үйін сыпыруға кетіпті. Үйін сыпырып, тазалап, жинап жүріпті. Бұрып жүріп, бір мейіз тауып алады. Мақтағыз, бұл не зат екен деп таң қалып тұр екен. Ой, мейіз таптым. Сен ба емшікпесің? Мысық, келсін. Мысыққан келсін. Үшін дейбі. Деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң, мысық тәтті ұйқыда жатыр еді. Бір кездері мақтағыздың даусын естігендей болып, оянып кетеді. Оянып орнынан тұрып, мақтағызға қарай жүгіреді. Мысық, неге мен сағадың? Мақтағыз айтпай, соңнан соң мысық. Сенің сүдің қатын түгім. Неге мен сүдің жүгесің? Мейізді табылдым. Мен мейізді қақты тасықлайын. Қайда мейіз? Қайда? Неге маған қалдамайсың? Мен сенің сүдің түгім. Енді мен сенің қайатын ал балам. Сүтке қарай асығып жүгіре бастады. Сөйтіп, айтқаннан қайтпай, мысық сүтті төгіп, ерексе бастады. Сүтті төгіп бастады. Бір кезде оны көрген мақтағыз, неге мен сүдің жүгесің? Енді сенсің менің күйім баласың. Сен маған не істемедің? Сен құйрық ал балам. мақтағыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Қыз, маған құйрығын берші. Сен мен сүден қайдал. Өтінем, құйрығымды берші деп мысық жалмарынып тұрады. Өтінем, маған құйрығын берші. Мысық сиырға барады. Сиыр, қайдасың? Сиыр маған қатық сүт берші. Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеп бер, сонда ғана сүт беремін саған. Ағасқа тапақты тез-тез баланшы. Маған көк тез-тез керек бұтты. Ағашқа қарай жүгіріп беттеп бастайды. Оған құйрығы өте маңызды еді. Ағас, маған табақ берші. Мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеп бер. Мысық суға бара жатқан, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыста, маған су берші. Маған сағыз әкел бер. Ой, сағызды қайтын сапам үшін. Мысық дүкенге қарай жүгіре бастайды, сағыз алып дүкенге қарай жүгіріп бара жатты. Дүкен, маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа әкеп бер, сонда мен саған сағыз берем. Мен тұныққын қайдан сапам? Тауықтың сапам. Мысық тауыққа қарай асығып жұмыртқа алуға жүгіріп келеді. Тауық, маған тұныққа берші. Бізге дән әкеп берсең, біз саған... Енді істейін құйрығын керек. Мысық әбден шаршап, не істерін білмей, құйрығын алуға таласып, тырманып, ойланып жатады. Ой, нақаты тұсқан ба? Кеттім тұсқаны ба? Ойбай, мені жіберші. Мен үйімде бір уыстар бар, мен саған әкеп беремін. Әкеп бер тез-тез маған. Жарайды, қазір әкелемін.
тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеп береді. Ахмет. Мысық жүгіріп отырып тауыққа барып тарын береді. Tavuk, masakın tavan. Тауық оған жұмыртқасын береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге қарай жүгіріп беттеп бара жатады. Дүкенге қарай асығып жүгіріп баратады. Düğün sakın ben dönükü. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Мысық сағызын ұстап алып қолына қыздарға қарай жүгіріп бастайды. Қыздарға қарай жүгіріп беттеп барады да қолындағы сағызын қыздарға ұсынып бастайды. Kızda sakın sen saskı. Қыздар мысыққа су береді. Бергісі келмей ойланып отырады да суды қолындағы береді. Қолындағы суын мысыққа береді. Мысық ағаштарға қарай жүгіріп беттеп бастайды. Ағаштарға қарай жүгіріп бастайды. Akas, mene sakın su. Ағашқа суын беріп, ағаш оған жапырағын береді. Сиырға қарап бет алып қатты жүгіріп, мысық жүгіре бастайды. Мысық сиырға барып жапырақты береді. Siye, masakın söp. Рахмет. Саған сүт. Ahmet. Мақта қызға қарай жүгіріп барады. Мысық мақта қызға қарай жүгіріп барады. Makta kız. Sakın süt akıp verdim. Ahmet. Сөйтіп, мақтағыз бен мысық достасыпты. Бір-бірін ренжітпейтіндей дос болыпты. Осымен біздің көрінісіміз тәмәм. Достар, біздің каналымызға жазылып кетіңіздер. Бізден қызықты контенттер күтіңіздер. Пока! Bu mısık men. Мысық Дана.